Сіздер мен достар, бүгін біз 759 есепті шығаратын боламыз. 2,7, 3,6. Бұл жерде бізде үлкені 3,6. Біз бұл жерде бүтін бөлігіне қараймыз. Яғни бүтін бөлігі дегеніміз алдындағы сандар. 2 және 3. Екіншісі 0,4-те 4 және 0,139. Бұл жерде бізде 0,4 үлкен болады, өйткені мына жерде 3 саны, мына жерде 4 саны үлкен әрине. Немесе мына жерде 0 болуы мүмкін, 4-тен кейін 0 саны болуы мүмкін. Сонда 0,140 болады. 0,140, 0,39, 139-дан үлкен болады. Үшіншісі 0,1, 0,199. Бұл жерде бізде үлкені 0,199. Екіншісінің біріншісі 8,130, 7,194. Бұл жерде біз бүтін бөлігіне қараймыз. 8 пен 7, 8 үлкен, сондықтан 8,130 үлкен болады. Екіншісі 0,147, сосын 0,15. Бұл жерде бізде 0,15 үлкен болады, өйткені мына жерде 0 саны бар деп есептейік, немесе 5 4-тен үлкен. Үшіншісі 5,121. Сосын 6,6, яғни 6 деген сан. Бұл жерде бізде үлкені 6 саны. Өйткені мына жерде көрінбейтін 0 бар, немесе бүтін бөлігіне қараймыз. Үшіншісінің біріншісі 7,308, сосын 7,312. Бұл жерде бізде енді бүтін бөлігіне қарамаймыз, бүтіннен кейінгі, яғни үтірден кейінгі санға қараймыз. Бұл жерде 3-те бірдей, мына жерде 0 мен 1. Бұл жерде әрине бізде 1 үлкен, сондықтан таңбаны осылай қаратамыз. Екіншісі 14 бүтін 1901, сосын 14 бүтін 1890. Бұл жерде бізде үлкені 1 мен 1 бірдей, 4 пен 4 бірдей. Сосын мына жерде 9 8-ден үлкен, сондықтан мына үлкен болады. Үшіншісі 56 бүтін 1053, 51 бүтін 1983. Бұл жерде бізде үлкені, яғни бүтін бөлігінің екінші санына қараймыз, сонда 6 1-ден үлкен болады. Сонда бізде 56 бүтін 1053 үлкен болады. Егер ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.